Құдайы қонақты құт санайтын қазаққа не болды? Қонағын құдайдай күткен қазақ осы күні адамға сенуден қалған. Бөтенге есік ашпайтын болды. Тек кейбір ауыл қазақтары салтқа әлі берік екенін айтады. Әлемге қонақ жайлылығымен танымал болған қазақ бүгіндері есік алдына бөтен адам көрсе шошитын халге жетті. Дала қазағы мен қала қазағы болып бөлінген заманда қонағын қарсы алу үрдісі де өзгерген. Қонақ үйге құда келеді. Осылай деген ырымшыл қазақ қашанда барын дастарханға салып, қабағын шытпастан қонағын қарсы алған. Жақын білсе келе таныстықтары тамырлыққа, одан кейін туысқандыққа немесе құдалыққа ұласқан. Осылайша тамырласқан адаммен ешқашан байланысын үзбеген. Дәл осы салтты берік ұстанатын ауылдар әлде бар. Қызылорда облысы Арал ауданының тұрғыны Сәлімгерей Бижановты ауыл тұрғындары әлі күнге дейін құдайы қонақты төріне шығарып, сыйлап жібереді дейді. Оның өзі шақырусыз келген қонаққа дастархан жайып, ас суын беріп, қондыру ата-анасынан көріп, бойына сіңірген әдетім дейді. Бала кезімде үйден қонақ үзілген емес. Танымайтындар бірі мал іздеп келеді, немесе адасып келеді. Әйтеуір еш қайсысына анам есікті ар жағынан жап деп айтқан емес. Құдайы қонақ қазір менің үйіме де жиі келеді. Келген адамға тамағын беріп, демалған соң не шаруасы барын сұрауға ұялып отырғанда жөнін өз айтады. Құдайы қонағына ең болмағанда күріш көжесін береді. Бүгінде құдайы қонақ болып келетіндер бұрынғыға қарағанда біршама сиреген. Оған себеп алыстан келген адамдар бөлме жалдап тұрады, немесе туысқанның үйіне барады. Бірақ Сәлімгерейдің айтуынша, елсіз жерде мал бағып отырған адамдар әлі де құдай қонағын сөзге келместен күтіп алады. Өзімде жалпы ауыл-ауылды аралап жиі жүремін. Құдайы қонақ біз деп жолда кездескен ауылға түссең, қолынан келген көмегін көрсетіп, тамағын беріп шығарып салады. Бізде Арал ауданында ауыл-ауылдың арасы өте қашық. Әрі адамдардың күн көрісі мал болғандықтан ауылдар да бір-бірінен қашықтап орналасқан. Кейде құмды далада адасып, шөлдеп бір үйге түссең, ең болмағанда күріштен қайнатып қойған суық көжесін береді. Жөн сұраса келе бір-біріміздің ортақ таныстарымыз көп болып шықты. Алайда үйге келген қонақтан секем алып қорқу деген ой ешқашан келмейді. Тіпті оқыс бір жағдай болыпты дегенді де естіген емеспін. Біздің жақта көп адам осылай құдайы қонақ болып келіп тамырласып кетіп жатады. Тіпті қайтыс болып кетсе де балаларымен байланысын үзбейді. Өйткені қиын қыстау кезде қол ұшын созған адамға өмір бойы ризашылық танытып жүреміз, депті ол. Тапқырлыққа талас жоқ. Біздің ауылда Маханбет есімді атбегі кісі болды. Ол көпті көрген өте ақылды адам еді. Баптаған аттарын бәйгеге қосып жүреді. Бір күні үйір жылқысы жоғалып, досымен бірге соны іздеуге шығады. 3-4 күн іздеп, әбден шаршаған соң бір мал бағып отырған үйге келіп түседі. Үйде келін жалғыз отыр екен. Оқыстан келген құдайы қонаққа жақтырмаған кейіп танытып, қабақ шытып, дұрыстап тамағын бермейді. Қарындары ашып, азып тозған олар біраз сабыр сақтайды. Сол кезде Махамбет келіннің қай ауылдың баласы екенін сұрастыра бастайды. Сөйтсе, әкесін жақсы танитын болып шығады. Келінге әкесі жайлы адамгершілігінің жоғары екен, екеуінің қалай араласқандарын айтады. Оған риза болған келін атына міне салып, жайылып жүрген малдың ішінен бір қойды атына өңгеріп әкеліп, сойып, дұрыстап қонағасын береді. Жалпы осындай жағдайды тапқырлық пен көргендіктің көп пайдасы тиеді. Менің басымнан мұндай жағдайдың талайы өткен. 90-шы жылдары дағдарыс қысқан кезде де қазақ қонақжайлығын жоғалтқан жоқ. Өйткені алғаш тәуелсіздік алған жылдары саудамен айналысып, ауыл-ауылды көп араладым. Сонда көзім жетті. Қай үйге түссем де иесі қара нан мен қара суын қабағын шытпай береді деп есіне алады Сәлімгерей.
Құдайы қонақ деп кімдерді атаған? Жолаушылап келе жатқан қазақ барар үйін, қонақ жайын танысын, танымасын таңдап жатпайды. Уақыты келгенде тіке барып түседі, түстенеді. Жайы келсе түнеп аттанады. Танымаса танысады, жақындасып ағайындасады. Айтылмаған сөз айтады, ашылмаған сырды ашады. Сөйтіп жанына жақын тартып, тұтасып, туысып, сырласып, дос болып кетеді. Ал танитын адам болса емін-еркін әңгіме дүкен құрады. Өткен кеткенді айтысып, бір жырғап қалады. Арнайы шақырмаған, бұйрықпен келген осындай қонақты қазақ құдай қонақ деп атайды. Даладай кең мінезді дархан қазақ үйіне келген адамды қуана қарсы алып, құрметтеп, сыбыға тартады. Молда кең дастархан жаяды. Жөні болса ақсарбас қойын сойып тастайды. Қазақтар құдай қонақты ренжітпейді. Өйткені Құдай айдап келген қонаққа өзінің шаңырағынан бұйырған дәмді қызғануға болмайды деген наным бар. Құдайы қонақ қуана қонып, риза болып аттанса, қызыр қолдайды, ал ренжісе, қызыр шамданады, үйден бақ даяды, дастарханнан ас айниды деп қорыққан. Лондон тұрғыны мен қазақтардың көп айырмашылығы бар. Әлеуметтік желі қолданушылары арасында шетелге көшіп кеткен немесе уақытша тұрып жатқан адамдардың көбі қазақтың қонақжайлығын тілге тиек етіп, дәл сол отырыстарды сағынатынын жазады. Лондонда білім алып жатқан Әсия Бағдәулетқызы қазақтар мен ағылшындар арасында үлкен айырмашылық бары жайлы Facebook парақшасында жазыпты. Оның айтуынша, қазақтар арасында өзгеге деген сенімнен гөрі күдік басым. Ол өзі тұрып жатқан мемлекеттегі адамдардың қонақжай болмаса да бір-біріне деген сенімнің күшті екенін жазады. Үйге шай ішіп отырып, қазақ деген ұлы халық кез келген жолаушыны құдайы қонақ деп төрге шығарған деп жыр қылып отырамыз да, сол сәтте біреу есік қалса, күдікпен қараймыз. Бұл есікті қағып жатқаны деп жазба қалдырған екен. Қала қазағы құдай қонақты қалай қарсы алады? Алайда қала тұрғындарының құдайы қонаққа қатысты айтар өз уәждері бар. Өйткені қалалық жерде бөтен адам есік қақса тақымын қысып отырмаса болмайды. Қала қазағына құдайы қонақты босағадан сығалату қорқынышты. Оған негізде бар. Біресе газды, біресе суды тексерумен келдік деп тонап кетіп жатады. Тіпті өлтіріп кеткен жайттар да бар. Бұл адамдардың бір-біріне деген сенімін азайтты. Бірақ құдайы қонақты қабылдамаса да қала қазағының бойынан қонақ жайылуға арылған жоқ. Қала тұрғындарының бірі Серік үйіне келген құдайы қонақты қалай қарсы алғанын айтып берді. Мен жалпы қонақжай адаммын. Ауылда сіңлілерім сәлем беріп келіп тұрады. Шамамыз келгенше күтіп жібереміз. Дәл сол күні салқын тиіп ауырып жатқан еді. Есіктен бөтен адамның дауысы естілді. Үйдің иесін сұрағанға мен танитын біреу болар деп ойладым. Алайда алдымда мүлде бөтен адам тұр. Ауылдан келген інілерімнің бірі шығар деп тани алмай тұрғанымды айттым. Ол құдай қонақпын, үйіне кіргіз деді. Түсінбей қайта сұрады. Сол кезде боқтық сөз араластырып, құдай қонақпын деді. Мен еш ойланбастан үйден қуып шықтым. Сосын ауладағы итті көрсетіп, егер 10-ға дейін санағанша тапаныңды жалтыратпасаң, мына итті босатамын дедім. Аяғына тиместен безіп жоғалды дейді Серік. Бұрын құдай қонақ басқаша болатын. Менің бала кезімдегі құдай қонақ деген басқаша болады. Үйге келген адам әңгімесін айтып, тамағын ішіп, демалған соң жөнімен кететін. Мен әкемнен 5 жасымнан қалдым. Үйдің үлкені атам, яғни ағам 9 жаста еді. Әкем қайтыс болған соң жағдайымыз нашарлап кетті. Анамның табысы 4 баланы асырауға жетпейтін. Бірде құдай қонақ келді. Әкем құдай қонақ болып барған үйімен тамырласып, жақсы араласқан екен. Әкемнің қайтыс болғанын естіп, оның аманат қылып қойған 5-6 қойын бағып отырғанын айтты. Біз есейгенше сол қойдың төлін өсіріп көмек беріп тұрды. Есейе келе туысқан адамдай араласып кетті. Өзі қайтыс болса да әлі күнге дейін балаларымен арамыз алшақтаған жоқ, қатынасып тұрамыз дейді Серік. Қонақ күтудің өзіндік дәстүрі бар.
Қазақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы ислам дінімен де тығыз байланысты. Шариғатта да қонақ күту әдептеріне жататын әрекеттер бар. Олар: қонақтың келгеніне қуану, жылы жүзбен алдынан шыға қарсы алып, кешіктірмей үйге кіргізу, үйден ең құрметті орны төрден орын беріп, ең жақсы асты тарту, жақсы сөздер, пайдалы әңгімелер айтып, сөзге тарту, әңгімесін тыңдау, отбасы мүшелерінің жылы шырай, жайлы қабақ танытуы, қонақтың намысына тиетін сөздерден аулақ болу, асты қысылмай жейтіндей жағдай жасау, қызықтыру және алдыртып отыру. Қазақ қонақжайлылық арқылы да баласын тәрбиелеп отырған. Яғни, қонақтың өнегесін үйренуіне, әр елдің дәстүрі мен мәдениетін дастархан басынан айтылған сөз бен қонақтың әдебінен меңгеруіне аса мән берген. Сондай-ақ әйел адам қонақ келген кезде бала тәрбиесіне көп көңіл бөледі. Қонақ отырғанда баласына ұрыспайды, немесе дауысын көтеріп сөйлемейді. Қонағын сүймеген баласын ұрады, не үйін сыпырады деп, қонақ күтудің де айрықша үлгісі мен мәдениетін дәріптеп отырған. Ал келген қонақтың қайсысы болмасын, үйге кірер алдында қару-жарағын сыртқа іліп, өзіне қас емес дос екенін білдірген. Содан кейін ғана үйге сәлем беріп кіреді. Үй иесі құдайы қонаққа бөлінбеген еншілеп, кез келген қонағына тамақ беріп, сыйлап жүрген. Шетелде қазақтар қонақжай ма? Ирандық қазақ Жафар Шаткам шетелдегі қазақтарда құдай қонақты күту дәстүрінің әлі де бар екенін айтады. Жалпы қонақжайлылық, құдай қонақты күтіп алу әр отбасына байланысты. Бірақ біз елден жырақ тұрғандықтан қандасымыз келсе құшақ жая қарсы аламыз. Мүмкіндігінше үйге қондырып жағдай жасаймыз. Иранның табиғат әсем жерлерін көрсетеміз, дейді ол. Қандай қазақты, яғни қандай қонақты үйге кіргізбеген қазақ? Қазақтар той-томалақ, қуанышқа үйлерінде бала жоқ. Ұрпақ сүймеген отбасыларын шақырмаған. Себебі отау құрған балалары болса, немересіз қаламыз деп қауіптеніп әрі ырымдаған. Сонымен қатар баласы жоқ әйелді жас жұбайлардың төсегіне отырғызбаған. Тіпті бұл жөнінде Сайын Батыр жайлы жазылған эпоста баласыз қалған Бозманайдың зары да бар. Бір перзентке зар болды. Сол перзенттің зарынан жиын тойға кірмедім, өтерін дүние білмедім деген өлең жолдарын кездестіруге болады. Құдайы қонақ ер азаматы жоқ үйге түспеген. Тарихшы, этнограф Жамбыл Артықбаев қазақта кез келген жолаушының құдайы қонақ болып түсе бермегенін айтады. Бір елден екінші елге жол жүріп бара жатқан адам құдайы қонақ болып түсетін үйін алдымен сұрастырып, жөн жосығын біліп алған соң ғана үй жанына келіп дауыстап сөйлесетін кім бар деп сұраған. Үйде аттан түсіріп алып, қонағын күтетін ер азаматтың бар жоғын білуге тырысқан. Және келген қонақтың жүріс-тұрысы, киген киімі сол құрметке лайық болу керек. Ал үйде ер азамат болмаса, кешірім сұрап, басқа үйге нөкерін немесе қызметшісін жіберіп, алдын ала рұқсат сұраған. Ал байлар құдайы қонақтар үшін бөлек үй тіккен. Сондықтан жолаушылап келген адамның барлығы құдайы қонақ болып саналмаған. Жолаушылап жүрген адамдаға жай ғана тамағын беріп жіберетін болған. Кедейлік құдайы қонаққа көзқарасты өзгертті. Жалпы құдайы қонақты сыйлаудың жөн жосығын қазақтың ақсүйектері жақсы білген. Олардың тұқымын тұздай құртқан соң халықтың көбі кедей болғандықтан кедейлік сана басым түсіп кетті. Ал біз ақсүйектердің әрекетін қайталағымыз келгенмен санамыз жете бермейді, дейді Жамбыл Артықбаев. Қазақтың арқасында жер шарын тегін айналып шығуға болады. 19 ғасырда Қазақстанда болып қайтқан поляк Адольф Янушкевич өз естеліктерінде қазақтың қонақжайлығы туралы мынадай жазба қалдырған. Егер экваторды айналдыра қазақ халқын орналастыратын болса, жер шарын тегін аралап шығуға болады, дейді ол.